Всем привет! Бүгін бізде чемоданный настроение. Бүгін барахолканың түп-түбін шарлап, бүгін негізі үйде чемоданымыз бар ғой, сонда да бірақ сапарымыздың басын жақсы чемоданмен, новый чемоданмен бастамасы жақсы болсын деген ниетпен бүгін чемодан алуға бара жатырмын. Енді чемодан алғанда енді анау-мынау керек жарақтарды алуға. Күйеуім жұмыста болғаннан кейін осылай таксимен жол жүріп бардым. Енді барахолканың, Алматының барахолканың білесіздер ғой, ана шетіне мына шетіне дейін барудың өзі әлемнің жарығы, бүткіл жарты күнін кетеді десем болады. Мынау мостының үсті, мосты болғанда подземка адам жүретін жер ғой, өстіп киімдердің бәрін сатып қояды, но бірақ осы жердегі киімдер почему-то арзан, күшті, өстіп қазықтап қарап барғанда жақсы көрем ше. Осы сіздердің күйеулеріңіз мен сияқты, мен күйім сияқты ма? Базарға барады да, мен базарға емес, енді басқа торговый центр болсын, басқасы болсын, киім алуға барған кезде сенмен енді бармаймын, өзің барып келесі дейді да, бәрібір ұмытып кетеді ғой, сол мен бәрібір барады ғой киім аралауға ше. Келесіде тағы айтады, мен сенімен бармаймын, енді өзің барып кел дейді, бәрібір келесіде барады, тағы мен өзгеріп барады ше, өзі айтады да бәрібір өзгеріп барады ғой. Солай чемоданымызды, ұсақ-түйек заттарымызды алдық та, сосын қой құрсын шамалы жүрек жалғап алмасақ болмайды деп донермен жүрек жалғап алып, солай жолдан подушка кездесіп қалып, подушканы да ала салдық. Енді келесі кезек чемоданның ішін толтыру.